Проспер Мериме француз жазушысы және аудармашысы. Франциядағы алғашқы новелла шеберлерінің бірі, тарихшы, этнограф және археолог. Проспер Мериме 1803 жылы 28 қыркүйекте химик әрі суретшінің отбасына дүниеге келген. Париждегі заң ғылымдары курсын бітіргеннен кейін Францияның тарихи ескерткіштерінің бас инспекторы болып тағайындалды. Мериме 20 жасында әдебиет саласына енді. Оның алғашқы еңбегі Кромвель тарихи драмасы болды. Ол уақыт пен іс-әрекеттің бірлігі туралы классикалық ережелерден бас тартқаны үшін Стендальдың ыстық ықыласына ие болды. Кейін ол бірнеше драмалық пьесалар жазды және оларды театр Клары Гасуль деген атпен басып шығарды. Мерименің екінші басылымы, оның әйгілі Густи еңбегі, халық әндерінің жинағынан тұрған бұл еңбекте оқырманының зор сұранысына ие болды. 1828-1829 жылдары Жакерия және семейство Карвахаля драмалары, Хроника времен Карла IX тарихи романы және Матео Фальконе новелласы жарық көрді. 1839 жылдан аяғында ол Корсикаға сапар шекті. Бұл сапардың нәтижесі саяхат журналы мен Коломбо әңгімесі болды. Мерименің көзі тірісінде шыққан соңғы новелласы Локис, мұнда Литвада орын алған оқиға баяндалған. Мериме қайтыс болғаннан кейін последний новелла жарық көрді. Онда мистикалық оқиғалар қарапайым тілмен түсіндіріледі және мұнда жазушысының хаттары жарияланды.